Қарын бүрме қуырдағын жасаймыз. Ішінде қуырдағы бар қарын бүрмені жеп көрдіңіздер ме? Әсіп пен картопты араластырып, өз майымен буына бұқтырып пісірілген, дәмі тіл үйіретін осы ерекше тағамды қалай дайындауды сіздерге бүге-шүгесіне дейін түсіндіріп, көрсетіп беремін. Ал онда бастайық. Алдымен көк базардан әдемі жылқының қарнын сатып әкелдім. Дұрыстап тұрып 3-4 мәрте ағын судың астында іші сыртын жудым. Енді мен тұзда, лимон шырынында және сірке суында 1-2 сағаттан әрқайсысыны жібітіп, кейін дұрыстап іші сыртын суда жуып алдым. Біздің мақсат қарының иісі болса иісін және шырышын кетіру. Қарын жібіп жатқан кезде қуырдағымызды қуырып алайық. Ол үшін өзіңіз ұнататын етті аласыз. Менде жылқының төс еті болды. Сіздер сиырдың, қойдың қабырғаларын қосып, асорти қылып салсаңыз болады. Етті майдалап тураймыз, бұрышын бұрыштап, тұзын тұздап, аз-маз зира салып, пиязды ұзыншалап турап, картопты үлкен емес қып 4 бұрыштап кесіп, дайындап аламыз. Қазанға іш май, тоң май, құйрық май, сұйық май солардың бірін салып қуырсаңыз болады. Мен іш майға қуырайын дедім. Іш майды қуырғаннан кейін ет пен пиязымызды саламыз. 20 минуттай басында қатты отта, кейін орташа отта қақпақ астында қуырдым. Енді картоптарымызды саламыз. Менде бұрыннан істеп қойған әсіптер бар еді. Рецепті YouTube арнамда ет асқанда да салса болады. Соны картоп үстінен салдым. Енді тағы 20 минуттай бірге бұқтырдым. Картоп пістау дегенде от астын өшіреміз. Енді формаға алдымен 2 қабаттап фольганы, кейін пергамент қағазын төсеп дайындап аламыз. Жылқының қарнын әбден жудық, тап-таза болды. Іші сыртына қаратып айналдырамыз. Ұзындау шпажкалармен түйрейміз. Қуырдақты еппен абайлап, екінші ұшынан сорпасын сүзіп саламыз. Екінші жағында шпажкамен түйреп өткізіп шығамыз. Қарынның артық жерін қиып тастадым.
Қызып тұрған пешке алдымен 180 градусқа 1,5 сағат пісіреміз. Кейін градусын 220-250-ге көтеріп, қарын бүрме тұрған фольганың бетін ашып, қайтадан беті қызарғанша ұстаймыз. Қарын күйіп кетпесін, сақ болып мұқият қарап 10-15 минутта пештен шығарамыз. Мінеке қарын бүрме қуырдағы пісті деп толығымен айта аламын. Бісміллә деп пышақпен кесіп ұсынсаңыз болады. Керемет, барлық ауызда ериді, өте дәмді болып шығатын тағам. Қарап отырсаңыз қиын ештеңе жоқ, жасап көріңіздер. Сұрақтарыңыз болса қойыңыздар. Сөлі бойында болатын, өз буына пісетін нағыз әдемі қарын бүрме қуырдақ болып шықты. Мына әсіптің видеосы менің YouTube парақшамда бар. Жасап та көріңіздер. Мен аяғына дейін сенім артып назарлағандарыңыз үшін рахмет. Жүрек батырмасына басып, тіркеліп қолдап кетулеріңізді сұраймын. Астарыңыз әрқашан дәмді болсын ағайын.